достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Python программалау ортасын Windows операциялық жүйесіне орнатуды көрсетеміз. Алдымен Python сайтына кіреміз. Python'ды іздейміз. python.org сайты. Осы жерге кірсеңіздер, Downloads деген сілтемеде бізде Windows деген операциялық жүйе тұр. Егер жеңіл болу үшін бірден сіздерге мына бір сілтемені ұсынып тұр, осыны басып көшіре салсаңыздар болады. Немесе Python'ның алдыңғы версияларын орнатқыларыңыз келсе, немесе Windows операциялық жүйесінің сіздерде разряды 32 болатын болса, онда мына сілтемеге басып, осының ішінен таңдайсыздар. Қажетті нұсқасын және қажетті разрядты инсталлерді таңдайсыздар. Енді біз соңғы версиясын ала берейік. Менде операциялық жүйе Windows Pro 10-шы операциялық жүйе және 64 разрядты. Сол үшін мына сілтемені басамын мен. Так, маған exe файлды жүктеуді ұсынып тұр. Жүктейміз. Жүктелді. Енді не істейміз? Онда қосамыз бұны. Яғни біздер бір нәрсені ұмытып кетпеңіздер. Add Python 3.9 to paths. Яғни paths деген бұл операциялық жүйенің айнымалысы. Соған Python'ды қосамыз. Бұл бізге Python'ды командалық жолдан қоса беруге, жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Install now дейміз. Бұл жерде бізге қосымша IDE, яғни Python ортасы, pip инструменті және документация қоса орнатылады. Күтеміз орнатылғанша. Бізге мына pip инструменті өте қажет. Бұл пакет менеджері, яғни Python'ға қажет библиотекаларды, инструменттерді осы pip арқылы командалық жолдан орната береміз. Сонымен Python орнатылды. Тексеріп көрейік. Ол үшін команд строканы ашып көреміз. smd Python деп интерпретатор шақырамыз. REPL'ды. Міне Python бізде не істеп тұр? Жұмыс істеп тұр. Print A-ның 3 дәрежесі жұмыс істеп тұр. Так, exit шығайық. Және сонымен қатар бізге pip инструменті қажет. Оның да жұмысын тексеріп көрейік. Мысалы, бізге кейінгі жұмыстарда қажет болатын pygame деген библиотека қажет болады. Осыны орнатып көрейік. Pip install pygame. Яғни pygame орнатылған дейді. Жарайды, апгрейд жасап көрейік. Ой, керісінше. Pipe install апгрейд. Немесе просто U-ді қойсында болады. Апгрейд. Яғни бізде дайын. Немесе тағы да бір. Мысалы, pip install numpy. То есть бізде pygame орнатылып қойған. То есть алдында Windows операциялық жүйесіне менде Python болды. Сол жерде pygame орнатылған. Мен оны қайтадан жойдым да, қазір қайтадан орнатып жатырмын. Сол үшін pip инструменті өзінің орнын сақтап қалған және pygame'ді танып тұр. Так, numpy'ды орнатып жатыр. Міне numpy'ды пакетный менеджеріне істейді, көшіреді и сосын орнатады.
яғни жұмыс істеп тұр деген сөз. Және сонымен қатар Windows'да idle деген бар. Бұл Python жұмыс істеу ортасы. Бірінші қосылған кезде бұл REPL режимде қосылады, idle shell. Және осы жерде сіздер не істей беруге болады? Программа кодын жаза беруге болады, тексеріп. Яғни бұл REPL режим. Мысалы, аның үш дәрежесі, print hello world. Hello. Print сәлем. Сәлем. Қазақша. Сәлем. Бұл жерде UTF қолданылмайды. Так, енді тағы бір мүмкіндігі бар idle'ның. Бұны мысалы біз новый файл ашып, команданы осы жерге жаза беруге болады. Print, мысалы A. Немесе былай істейік. A, A. Print, A-ның үш дәрежесі. Енді бұны орындау үшін алдымен сақтаймыз. Мысалы, біз бұны давайте рабочий столға сақтай салайық. Мысалы, test1.py. Так, енді бұны қосу үшін run немесе F5 кнопкасын бассаңыздар болды. Программа орындалады. Енді idle'мен осылай жұмыс жасауға болады. Бірақ әрине мен сіздерге бұл ортаны ұсынбаймын. Оның орнына біз блокнотты, VS кодты, яғни Visual Studio кодты немесе PyCharm'ды қолданған дұрыс деп санаймын. Міне сонымен NumPy орнатылды. Так, pipпен қалай жұмыс жасау керек екенін көрсеттім. Так, келесі бізде Visual Studio код, VS код деп қысқа жазып көрейін. Visual Studio код. Visual Studio кодты көшіреміз. Windows'ға арналған версиясын көшіресіздер. Сохранить. Visual Studio код көшіріліп жатыр. Алдымен осы Visual Studio кодтың өзін орнатамыз. Одан кейін қосымша инструменттер орнатамыз. Мысалы, Python ортасымен жұмыс жасауға арналған extension инструменттер. Так, шарттармен келісеміз. Әрине қажет болса Visual Studio кодтың орнатылатын папкасын өзгертсеңіздер болады. Мен ешқандай өзгертпеймін. D папкасына орнатылады. Жақсы. Далее. Visual Studio код. Так, рабочий столда иконкасы тұрсын. И добавить path керек. Окей, далее. Установить. Так, аздап күтеміз. Visual Studio код өзінің файлдарын операциялық жүйеге көшіріп болғанша. Так, сонымен Visual Studio код дайын. Visual Studio кодты қосамыз. Так, Visual Studio код қосылды. Бұл менің алдыңғы файлдарым. Қажет емес, сіздерде бос экран тұрады. Так, енді сіздер не істейсіздер? Мынау расширение деген жерге барасыздар. Осы жерде сіздер Python дегенді орнату керексіздер. Егер бірден шықпаса сіздерде Python деп іздейсіздер. Мына жерге Python. Менде орнатылып қойылған. Себебі мен алдында Visual Studio кодты орнатылған. Бұл операциялық жүйеде. Мен оны қайтадан жойдым да, қазір қайтадан орнатып жатырмын. Сол үшін бұл инструмент уже дайын тұр. Яғни мына жерде install деп тұрады. Сол install бассаңыздар, өзі көшіріп, өзі орнатады. Және екінші инструмент, қажетті инструмент Jupyter. Jupyterді орнатасыздар. Тоже install.
қателеспесем Python'да орнатқан кезде, Python инструментті орнатқан кезде Jupyter инструментте автоматты түрде бірге орнатылады. Қателеспесем, міне. Pylance және Jupyterді бірден орнатады. Сондықтан осы Python'ды орнатсаңыздар болды, уже дайын. Так, файл құрып көреміз. Давайте Ctrl-N бассаңдар болады, new файл немесе. Мысалы, бір файл құрып көрейік. Алдымен сақтаймыз. Мысалы, оны біз давайте рабочий столға сақтайық. Және оны Python файл деп сақтаймыз. Python файл. Python файл. И файлдың атын давайте test2.py дейік. Давайте импорт. Мысалы, көрдіңіздер, подсказка жасап тұр уже. Maths библиотекасы. Мысалы, A-12 print подсказкасы айтып тұр. Жаңағы extension. Яғни бізге жақсы көмектесіп жатыр. Print, мысалы, Maths'ның ішіндегі P. Енді программаны қосу үшін былай істеуге болады. Мынау сіздерде мынау жасырып тұруы мүмкін. Мынаны бассаңыздар да болды міне. Программа қосылады. Мына орындалды. Немесе Ctrl Escape баста кнопка Ctrl-U ма, соны бассаңыздар терминал ашылады. Осы жерден файлды тауып алып, файлдың орналасқан жері қай жер, соны тауып алып, осы жерде терминалмен жұмыс жасай беруге болады. Так, енді бізге Jupyter ортасы керек болады. Jupyter ортасы керек болады. Алдымен мысалы былай істеуге болады міне. Ctrl-Shift-P-ны бассаңдар. Jupyter деп көрейік міне. Create a new blank notebook деді. Алғаш қосқан кезде сіздерде Python, то есть Jupyter'дің kernel, яғни ядросын орнатуды сұрайды. Келіссеңіздер өзі автомат түрде көшіріп, өзі орнатып тастайды. Бұл жерде орнатылып қойылған. Shift Enter бассаңыздар, орындалады. Просто былай істейік. Maths. Shift Enter. Jupyter ортасы жұмыс істеп тұр. Әрине сақтағыларыңыз келсе, рабочий столға мына Jupyter деп таңдайсыздар, төменгі бөлігінде, мына жерде. И файлдың атын бересіздер. Тест 3 мысалы, бұның кеңейтілімі IPNB. Мынаны жазбақ қойсаңыздар болады, әрине. Все, негізгі жұмыс істейтін орталарының бәрі дайын. Қажет инструменттер дайын. Сонымен іске сәт курсты одан әрі жалғастырамыз. Сау болыңыздар.